Енді мына сендердің осындай ауызда туған оларды ұмытпай, осында жатқан ата-бабаларын еске алып, соның сауабын алғандарына мыңдаған рахмет. Бақытты болыңдар, бала-шағада аман болып, сендерің сау болсын, ғұмыр ұзақ болсын. Енді Алла тағала барлығыңа жан еліме бақ береке ырыс берсін. Мен енді көңілі ата-бапта келем ғой, мен 75-ке келген атамды деп өтеді. Енді балалардың бәрі міне кейбіреуден білем, кейбір танымайын, ұмытып қалдым. Сол енді аман болдыра керек. Осылай әрқашанда ұмытпай туған өткен жерлеріңді қадірлеп, асырдап жүріңдер. Ата-баптарың атты аман болсын. Рахмет. Кішкене тиішті алайық. Ауылдастар, осы ауылдан шыққан баласыңдар, барлықтарыңды білеміз. Қоңырбек ауыл десе осы 9 майда бастарын қосылып жатыр. Мына 9 май мейрамы құтты болсын. Ата-бабамыздың осы күнге жетіп осылай жүргеніміз солардың арқасы. Бұл Союзден келе жатқан мейрам ғой. Мейрам құтты болсын, бастарыңа амандық тілеймін, дендерің сау болсын. Әр 9 майда бастарың бірігіп, ауылды ұмытпай, осылай келіп 9 май деп футбол ұйымдастырып жатасыңдар. Өмірден кеткендер бар, солардың бәріне басымызды иіп тағзым етеміз. Мереке құтты болсын, дендеріңіз сау болсын, отбасыларыңа амандық тілеймін. Енді биыл 96 деп, мен Айдос пен Ердостың мамасымын, Сағидованың танисыңдар, соның келіншегімін. Енді ол ағаларың, балаларды босатып, қой бағып жүр енді, өздерің білесіңдер, ауылда осы малмен өмір сүріп отырмыз дегендей, ағаларың қолы босамай қалды, мен сөйлеп жатырым, кешірім етесіңдер енді. Аға тұрғанда, әкесі тұрғанда менің сөйлегенім емес. Енді барлықтарыңа денсаулық тілеймін, отбасыларыңа амандық тілеймін. Келесі 9 майда осылай береке бірлікпен ауызбіршілігіміз бірге болып, келесі эстафетаны алып, осылай жылда осындай той мереке бола берсін. Алтындарым, барлықтарыңа денсаулық тілеймін. Ал енді құрметті ауылдастар, балаларымыз, өзіміздің бауырларымыз, енді міне бүгін 9 май мерекесі құтты болсын, дендерің сау болсын. Жылдан жылға осылай ауылды ұмытпай келіп тұрыңдар, бала-шағаларың аман болып, дендерің сау болсын. Ауылды ұмытпаңдар, денсаулықтарың мықты болсын. Енді біз танисыңдар, мен Құрманның мамасымын. Денсаулық тілеймін. Енді 96-94 деп жатыр ғой енді. Құрманда өзі 3 бала ғана болған, оқығанда 4-еу. Біреуі Заңғар, Құрман, Әлет, Данияр, ол марқұм болып кетті енді. Сол дендерің сау болсын, ауырмаңдар, сырқамаңдар, өстіп ойнап күліп жүре беріңдер. Әр отбасына жақсылық тілеймін, дендерің сау болып, тек қана жақсылық тілеймін. Енді мына жігіттер Ақтаулайтын бәрі кезінде ойнаған жігіттер ғой деймін. Бұл жастар ғой бізге ойнаған. Біз енді Ағладымен ойнадық, Құрдас болды Ағладымен басты. Азаты бар, Азат кетіп қалды ма? Енді ағайын былай айтамыз енді, біз чемпион болдық. Облысқа дейін бардық. Облысты ойнадық, Абайға бардық, Абайдың есін ойнадық ана, Қарауылда. Стадион көл ойнадық. Онда көрдім, онда біз слабый болып қалдық. Мен өзім дестім, қайым алып болды ғой, сондай жағдаймен ойнап тұрған. Олар кіші көріп сатайым екен орда. Біз сатайдық қой. Рахмет, соны айтамын, бәріміз мықты болдық. Пешевикке ойнадық ма, телевизия пешевик стадионда. Енді бұл жігітте енді тілегімді айтайын, ақ тілегім дейді. Олай осылай үйімізден айырылмаңдар. Ауыл деген өзі өтемеді, өркенде өседі. Қайда үстінде ауылға менің айтамын. Ешқашан мен өліп қалсам да артын айтып отырсыңдар. Сіз өліп қалып айтып кеттім ғой деп. Жақсылық көп болсын, давай. Футбол дамысын, футбол бізде ауылда футбол дамысын. Рахмет. Ауылдастар, бүгінгі жарыс жоғары деңгейде өтпеген ойдамын. Осы ұйымдастырып жатқан ауылымыздың азаматтарына, спонсорларға көптен көп рахмет айтамыз. Және айтып отыр ғой Сылтау деп. Бәріміз сол Сылтау басып ауылға келеміз, футбол деп. Тек қана осылай
Достығымыз ажырамай, сыйластығымыз ажырамай, аға әнелеріміз бір-бірімізді сыйлап жүре берейік. Және мен өзім рахметімді Құрманның мамасы, Айдостың, Сикоштың мамасына көп-көп рахметімді айтқым келіп жатыр. Біз биыл аламыз дегеннен бастап ол кісілерді жүгіріп, шапқылап продуктіге барып, дастарханның бәрін жасап, осы Қатымханадағы апайларымыз, жеңгелеріміз, бұл да оңай нәрсе емес негізі. Сол кісілерге үлкен-үлкен алғысымды айтамын. Тек қана сыйластығымыз ажырамасын, осылай ауылымыз жылдан жылға көркейе берсін. Ассалаумағалейкум, құрметті ауылдастар. Бүгінгі жарыс өте жақсы деңгейде өтті. Барлықтарыңызға тек қана жақсылық тілеймін, отбасыларыңызға амандық тілеймін. Мынау алыс жолдан келген азаматтарға тек қана үйлеріне аман есен жетіп алсын. Жақсылықта ешқандай жаман оқиғалар болмай, үйлеріне аман есен жетті. Осындай 9 майдан 9 майға жете берейік, алға баса берейік. Ағалар, сіздерге де рахмет. Ес білгелі осы 9 май деп келе жатырмыз. Әлі міне кім білген осылай хатым береміз деп біздерде. Тек қана жақсылық болсын. Енді келесі өздері айтатын шығар, жігіттер кім алатын эстафетаны айта жатарсыздар. Сол барлықтарыңызға тек қана амандық тілеймін, отбасыңызға саулық, жақсылықта осындай ауылымызды ұмытпай жүре берейік. Әрқашанда ауылымызды көтеріп, ауылымыз қандай кішкентай болса да биік деңгейге ауылымызды жеткізе берейік. Мына бүгінгі мына дастархан жайған Нұршат апай, мама, сіздердің барлықтарыңызға рахмет айтамын. Осындай Сикоштың мамасы жұмысқа мен семейге кетіп қалдым. Таңертеңнен бері ол кісілер осындар. Өтес. Дастархан жайып бергендеріңізге рахмет. Қантоғыз мамар турнирі жақсы өтті деп ойлаймыз. Бәріміз келіп демалып, марқайып, сол үшін келеміз. Қаланың суетасынан ауырып сағынып. Мен мына жерде әрқайсыларыңыздың ата-бабаларыңыз бәрі осы өмірден өткен осы ауылда жатыр. Сол ертең баған айтып отыр ғой, ауыл құрыса даже кейбіреулер сол зираттың басына да келе алмай қалатын болатын шығар, енді бұл футбол құрыса деп ойлаймын да өзім. Сұлтан баратып келіп жатқан көп адамдар. Ол енді тағы не айтып дегенім, сіздер біздің атамыз Әшім атаның бәрілерін танисыздар. Мағыз апамыз танисыздар, былтыр қайтыс болған. Биыл жылдығы болады. Алматыда да өтеді, Семейде де Тайғазанда өтеді. Оны тағы да группаға уақытын айтып жатамыз. Соны бір кішігірім объявление сияқты оны да бір айта салайын деп отырмыз сіздерге. Бәрілеріңізге бастарыңызға амандық, денлеріңізге саулық, ауырмай сырқамай, осы ауыл мен қаланың ортасына шалқып жүре беріңіз. Ауылдастар, енді мына қатын шығып ұлдар өзім кезінде бәрі оқушы болғаннан кейін ұлдарым болған. Даниярмен бірге осы жарысқа, гербкаға, шарға осы ауылдың мен бір жаман маскесін болып соға салдым. Осы ұлдарды Құрман, Әли, үлкен балалармен шортиктер жерге тиіп, шапқылап, сонда осы міне жетістікке жетіп отыр. Ал енді ауылымыз аман болсын, осылай біршілік болсын, тіршілік болсын. Көп рахмет. Енді айға байын келе алмай қалды, бүгін жұмыста болды. Енді келіп отырмыз. Рахмет, Құрман жігіттер, барлықтарына аман болсын. Жақсылықта, аманшылықта кездесейік. Айтқан сесін. Көп рахмет. Құрметпен досым, ауылдастар, көмектен, бала шағам болды, бәрі сендердің әкелеріңді мүмкінмен шығарады. Батасыңыз ғой енді. Аяқта батамда берейін. Енді міне әуелі қордайыңдасың, қыдырдасың, жолдасың, жақ болдыңыз, бақ болсын, әуелдіңа бақ болсын. Дастарханың асқа толсын, жас атыруларының бауысқа толсын. Мың бір атты білден сақтасын, жүз бір атты қатыға жақсын. Тілінің тілден сақтасын, көзінен соқсын, көзінгенің кезінен жақсын. Өтірік, өсе, қызғаншақ, бәле жаланың бәрінен жақсын.